Енді балалар, мына жердегі сандарды көріп тұрсыңдар. 99 азайту 99 тең 6. Бұл қалай болып қалды? Қалай 6 шықты? Енді біз осы жерден бір таяқшаны қозғалту арқылы 6 санын шығарамыз екен. Қане ойланайық. Ағай, бұл мына 99 алып, 99-да. Бұл мына жерде 6 болмайды. Мына 99-да алып, 99-да мына жерде 0 болады. 0 болады. Бірақ дұрыс ол. Бірақ біз бір таяқшаны қозғалту арқылы 6 санын шығаруымыз керек. 0 демес. Қайтадан 6-ны қойып қоямыз қане. 6 сан шығу керек ол жерде. 99 азайту 99 0 дұрыс, бірақ бір таяқшаны қозғалту арқылы 6 санын шығаруымыз керек. Бұл жерде 9-дың да таяқшасын аламыз, сонда 93 болады. Сонда 99-дан 93-ті алсақ қанша болады екен? 6. Жарайсыңдар. Қане балалар, енді сендерге тапсырма. Мына фигурадан кез келген екі таяқшаны қозғалту арқылы 3 үшбұрыш шығарамыз. 3 тал үшбұрыш. Ойланайық, қалай шығаруға болады? Кез келген екі таяқшаны қозғалту арқылы. Екі ғана таяқшаны қозғалтамыз. Ағай, көріңдер. Мына жерге. Қой көріңдер. Бір үшбұрыш кетті. Қанша үшбұрыш шықты енді? 2 шығып қалды ғой. 3 шығу керек қой бізде. Қайтадан орнына қойып, қайтадан ойланып көрейік, Ағай, бұл былай ғой. Бір үшбұрыш. Дұрыс, бір үшбұрыш кетті. Тағы екеуін қалай шығарамыз? Бұл жерде енді 3 үшбұрыш болды. Қане санап көрейікші үшбұрыш. 1, 2, 3. Жарайсыңдар.